Балаңыз майтабан емес пе? Соңғы жылдары әскерге баратындардың арасында майтабандардың көп кездесетіні жайлы жиі айтылып жүр. Бұл ауруға туа бітті ұшырайтындар сирек, ал көбіне жүре келе кейбір жайларға байланысты пайда болады екен. Табанның дұрыс құрылысы қандай болатыны жұрттың бәріне белгілі жай. Ал майтабан болғанда табан ұзына бойы бір тұтас тегіс болып қалыптасады. Ол адамның жүрісін қиындатып, буындарына артық салмақ түсіреді, мидың жұмысына кедергі келтіреді. Адамның жиі басы ауыратын болады, омыртқасы қисаяды. Майтабандыққа ұшырамас бұрын баланы кішкене кезінен қадағалап қою керек. Кішкентай сәбилердің табандары бір тегіс болады. Осы кезде оған аздап массаж жасап қойған дұрыс. Ал ол жүре бастағанда оны шөп, құм, ұсақ тас үстімен жүргізіп үйрету керек екен. Сонда табан бұлшық еттерінің дұрыс қалыптасуына жағдай туады. Сол сияқты баланың аяқ киіміне де көңіл бөлу керек. Оның өкшесіз немесе биік өкшелі болмағаны дұрыс. Аяғына өзге адамның аяқ киімін киюді әдет етпеуі керек. 2-3 жасар кезде баланың табаны дұрыс қалыптасуы тиіс. Майтабан бола бастаған баланың аяқ киімінің өкшесі ішіне қарай қисаяды, немесе біреуі екіншісінен ертерек тоза бастайды. Осы белгілер анықтала салысымен оны емдеуге кірісу керек. Емдеуді дәрігер кеңесі бойынша іске асырады. Майтабан ауруы іштен пайда болған болса, ол тек операция арқылы емделеді екен. Онда да толық жазылмайды. Майтабандыққа жүкті әйелдерде ұшырап қалып жатады екен. Бұған үнемі биік өкше аяқ киім киіп жүру әсер етеді. Сол сияқты артық салмақ, түрегеп тұрып атқарылатын жұмыста майтабан болуға соқтырып жатады. Ол табан ортасының ауырып, кешке қарай аяқтың шаршаудан белгі беруінен білінеді екен. Кейін тізе, бел ауыра бастайды. Адамның жүрісі өзгереді. Бірте-бірте еңбекке қабілетсіздікке ұрынады екен. Сондықтан балаңыздың табанының жай күйіне де назар салып қойыңыз.